Мен дұрыс сөйлемегенде ана бірінші сегізі кадрға тығайындап тұрсыз ғой. Мен ол қазір өз талант ояна береді менде. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қазіргі таңда Дастур 4 тұрғын үй кешеніндеміз. Бүгінгі түсірілім Дастур 4 тұрғын үй кешенінің сапасына арналады. Біздің құрылыс нысанындағы кірпіштер маркалы 150 Қазақстан Республикасында шығарылған. Жеке өзіммен біздің қосымша лабораторияда бұл тексеріледі. Независимый лабораторияға жіберіп, плотностьін, маркасын тексеріп, одан кейін жұмысқа беріледі. Сонымен қатар біздің сыртқы қаптауындағы фасадный облицовочный кірпіш деп аталады. Бұлардың да маркалары 150-ден төмен болмау керек. Бұның цветовая гаммасы сұр цветі, қара цветі және ақ цветі түгел тексеріледі. Бізде мына қабырғалар қаланып болғаннан кейін, жалпы тапсырыс басында қалалып атқан барысында біз лазерлі қондырғы деп аталады. Сонымен біз тексеріп отырамыз. Яғни бұрыштарын, одан кейін плоскость дейді, түзілу жағын. Олсыз бізде бұл қабылданбайды. Осылай лазерлі қондырғымен әрбір бұрыштар тексеріледі. Өзіңіз көріп отқандай, біздің бұрышымыз түзу, отклонениесіз. 90 градус шығып тұр, бастан аяғына дейін. Ішке қабырғалар, яғни внутренний перегородки дейді. Олар газоблокпен қаланады. Олар бөлінеді. 10-дық болып және 25-дік болып. Тәуелсіз лабораторияға жіберіледі. Және де бүкіл сертификат стандарт качествосы алынады. Облицовочный кірпіштер қаланың алдында оның өлшемі өлшенеді. Одан кейін болгаркамен кесіледі, одан кейін қондырылады. Мынандай екеуінің размерлері бірдей шығу үшін. Мына сеткіні жобаға VR3 деген салынса, осы VR3 салыну керек. Өйткені бұны қалың және шақтары аз болады. Сапасы ұлғая түседі. Сол себептен бұл қатаң түрде бақылану керек. Қабырға қаланған кезде капитальный стена дейді, внутренний стена деген болады, наружный стена деген болады. Соның арасына біз V3 деген сеткілер болады, осыны салып отырамыз. Әр 4 қатар сайын. Бұл өте қатаң түрде алынады. Бұны салмай кетсек, біздің жалпы соғып атқан құрылыс нысанына, үйіне усиление жесткости болмай қалады. Қабат аралық жабылу, яғни межэтажный перекрытие дейді. Ол бізде плита перекрытие ПБ, ПКБ бөлінеді. Онан кейін қондырып болған соң, бұны біз мынандай тесіктері болады. Тесіктер міндетті түрде жабылуға тиіс. Және де екі плитаның ортасында шоғыр төбесінен жабылып кету міндетті түрде болу керек. Мына қондырғы металлический уголок. Бұл бізге разгрузочный уголок деп аталып кетеді. Өйткені әр қабатта мына облицовочный кірпішті бұл өзіне салмағын өзіне қабылдап тұрады. Яғни бұның да жаңағы дәнекерлеу жұмысында қатаң түрде бақылауға алынады. Бұрыштары дұрыстап дәнекерлеу керек. Одан кейін грунтоваться етіліп кету керек. Неге ол грунтоваться етіліп кетуші? Влага келіп, ол жаңағыдай коррозия баспау үшін. Жобаға байланысты бізде облицовочный кірпішпен қара кірпіштің ортасында осылай минеральная вата дейді, стекловата дейді, қарастырылған. Яғни бұның қалыңдығы 5, плотності 80. Және де бұның өзінің қойған кезде технологиясын соблюдать ету керек. Яғни технология дегенімізде нахлёс. Мына нахлёс кемі 50 болу керек. Бұлайынан сол кезде ауа өтпейді. Тікесінен қойып қойсақ, ар жақтан ауа өтіп кету ықтимал. Бұны фасад сыртынан Астананың күндері салқын болғаннан кейін су өтпес үшін. Бұл қатаң бақылауға алынуы тиіс және қаралу керек. Біздің құрылыс нысанында кірпіш қалануға қолданылып жатқан раствор деп аталады. Бұның барлығы вязкасы, плотності тексеріледі. Маркасы М150. Бұл келген кезде лабораторияға, тәуелсіз лабораторияға жіберіліп, бұл да қатаң түрде бақылауға алынады. Сапалы раствормен қалануы тиіс. Фундаментті біз гидроизоляциялау жұмыс барысында
Birinchi primer deb aytib olamiz. Primerdan keyin bizde Technonicol kompaniyasidan андай 2 мм gidroizolyatsiya deydi, EPP deydi buni. EPP bilan qaptalanadi. Sodan so'ng андай 5 santimetrlik Pinaplex bilan qaptalanadi. Bu bizning fundamentning uzoq merzimda sapalı bo'lib turuuna kepil beriladi. Ishki shtukaturlash жұмысы o'ta qattiq baqlovda. Sebebi ular avvalo birinchi mana rastorni sevadi, odan keyin pravilaмен tuzug'i tartib oladi. Tartib bo'lgan so'ng zatirka жұмыстары жүріледі. Nega onday qattiq baqlov turgan olamiz? Shtukaturka jarылып ketmеш үшін. Жылу жүйелерінің монтаждау жұмыстарында да өте қатты көңіл бөлу керек. Штраба жасалынады, штрабадан кейін мына трубасы, металлопластик трубасы кигізіледі. Онан кейін хамут дейді. Хамуттарын жиі ұру керек. Бұның да стандарт сертификат качествосы толығымен тексеріледі. Паспорт сертификат качестволары бізге беріледі. Шатыр жабығы жұмыстарына тоқталып кететін болсақ, бұл жерде де өте қатаң бақылауға алу керек. Бізде бірінші слой, екінші слой EPP, EKP деп айтылады. Олардың жабыстырылу жұмыстарына да көңіл аударамыз. Яғни оның нақлиосына қараймыз, және де наплавляйкасына қараймыз, материалдың сапасына да қараймыз. Төменгі қабатқа су өтіп кетпес үшін. Осындай бақылау іс-шаралар арқылы өте сапасы жоғары тұрғын үй кешеніне қол жеткіземіз. Елімізде сапалы тұрғын үй соғу әрбір құрылысшының міндеті.